Ал ойланыңыз мысалы. Ойланып болдым. Не өзгертетін болдыңыз? Қай мінезіңізді өзгертетін болдыңыз? Қырсық мінезімді өзгертетін. Ей, палуан. Қырсық мінез өзгертсем ше, бәрі қалпына келетін сияқты. Иә. Сіз мені түсіндіңіз дейгізші. Түсіндім. Кім білсін, бұл кезде үйленіп кетер медіңіз, е? Айбек, сіз ше? Не айтып тұрған сезіп тұр бұлар. Сіз қай мінезіңізді өзгертетіндіңіз? Айт бір мінсізбін ау. Мінсіз, бірақ ше, Ананы деп айта алмаймын. Бірақ көп қызға подкатывать етуді қою керек та, сол кезде күшті жігіт Қыздар болады. өздері қоймайды ғой. Ой, алдамаңызшы бізді, Мачо, пожалуйста. мучачо. Соны кішкене қойсаңыз енді. Керемет қыз келіп қалса жаныма. Қолынан ұстап, үйленіп кетуге дайынмын. Білмеймін енді, сенбеймін ау. Ой, ешкім сенбейді, мен үйленемін десем, мен де үйленемін. Мадина, қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсымыз. Мадина, сізге бойыңыздағы қай қасиет ұнамайды? Қай мінезіңіз ұнамайды? Тез ашуланатыным. Сразу тік айта салатыным ұнамайды. Кішкене мягко болу керек сияқты, мне кажется. Бірақ ол мінезіммен кішкене күресіп жатырмын. Бірақ адамның... Мысалы, соны кеше байқадыңыз ба? Осының дейін негізі байқа келген. Бірақ кішкене бір кісілердің жүрегіне тиіп қоятындай сөздер айтқаннан кейін өзім үйге барып ойланасың, кішкене мінезімді өзгерту керек сияқты деген. Бірақ ол жағынан ол да дұрыс тік айтқан. Иә. Мадина күшті ерекше сырға тағып алыпты бүгін. Иә? Бүгін маған қатты ұнады осы сырға. Стиль маған үйлеспесе де тағып алдым. Айбек, қалайсыз? Жақсы өздері. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір бәрі дұрыс. Еңліксіз бүгін эфир болады. Өзім бүгін. Мен білесіңдер ғой. Шығарып салдыңыз еңлікті. Бүгін кетеді кешкісін. Бүгін кете ме? Иә. Мәссаған. Бүгін кешкісін кетеді. Таиланд қуады демалып кесін. Мен өзім осында. Сенің очкиң менің очкиме ұқсайды екен. Бар онда ұқсасын. Бар екен, иә? Не әңгіме болды? Мен бірақ бөлектеуімін кішкене. Мәссаған. Вообще. Әлемнен. Бұл ғаламда бөлектеусің ба? Айтшы. Арманы бөлек, қалған басқа жігіт. Иә, өзім. Ержігіт мырза келіп қалды енді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, не саптар? Бүгін студияда, иә. Көңіл күйіңіз қалай? Альхамдулилля, жақсы. Бойыңыздағы бір мінезді өзгертер болсаңыз, не өзгертетін едіңіз? Біраз нәрсені ескертпейді. Біраз нәрсе, неге? Сылма вообще. Назым, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Сізге бойыңыздағы қай мінезіңіз ұнамайды? Менің бойымдағы ұнамайтын, мен қарапайымдылығым шығар деп Мәссаған. қарапайымдылығымды өзім бойымдағы табиғи кемшілігім деп есептеймін. Неге? Білмеймін, андай адамдар оны за слабость принимают. Не екенін білмеймін. Бірақ ол слабость емес қой. Не екенін білмеймін, осылай мен табиғи кемшілігім деп есептеймін. Үндемей қалатыныңыз ғой демек, иә? Иә, бірақ үндемей қалу деген адамдар соны айтады ма жаңағыдай Бірақ кеше Тима айтты ғой, үндемейді деп айта алмаймын деді ғой. енді сол бар енді бір-екі мінезіміз. Ол мінезім білейін не айтарым. Қатты бір ашуланғанда шықпаса. Қатты ашуланғанда иә бәлкім шығып кететін шығар, бірақ мен ондай мінезім байқамаппын. Басқа біреулерге көрмедім шығар. Солай. Тренировкадан шықтым. Киімдерімді доставкамен үйге салып жерімде өзім жаяу кетіп бара жатырмын. Қала әдемі болып тұр. Кішкене жүріп, машып, тренировкадан кейін. Сонымен үйге қайтамын.